мынау аты шулы былтыр өстіп әлгі өстіп немен проволокамен байлап тастаған нені қойғаннан кейін осыны шулатып айтқан соң желіде шығарған соң өстіп басқа бір трансформатор әкеп қойыпты. Бірақ бұл да ескі. И бір несі бұрынғы трансформатор ескі болса да кішкене. Сол бұрынғы ескіні бояй салды ма не? Бір күнде қалай үлгерген олар сонда? И несі аз, иә? Мощность аз, иә? Қуаты аз болып тұр. Жақсы тартпайды екен. Бірақ министр энергетика жылы айтты, 27 жылы ауыстырып береміз, жаңа несін қойып береміз деді. И көшенің жарығында айтты ғой айтпақшы. Министр айтты, иә. Анау бақылаймыз, тапсырыс береміз өзіміздің нелерге. Тапсырыс болғанда. Жоқ, орталыққа қой. Бағана қайтан айтыңызшы. Ана свет тартам деген, орталық көшеге свет қоям деген, жарық қоям деген жігіт айтып тұр. Мына столбыларыңыздың біреуі былай қисайып тұр, астының бәрі морып кеткен. Мен қалай қоятынды білмеймін, енді көрем деп тұр. Мына высоковольтқа қоюға болмайды дейді астына. Сонда высоковольт жоқ жаққа қолап қоям дейді. Ана қояқ десек, ол столбыңда қисайып тұр дейді. Ол ескі бағана ғой. Оның бәрін жаңалау керек қой. Оны жаңалайым деп әбіше детті ғой, мынау апарып түсірді. Ағаш емес, бұрынғыдай адай бір бетонный ма бірдеңе сондай қою керек қой. Астының бәрі морып тұр. Бір қатар болып тұру керек қой ол. Сол ананың бәрі астының бәрі шіріп кеткен ғой ананың. Қай жыл 70 жыл қойылған столбылар. Ескі ғой бұлар. Бұлар ескі. Мынау қазір ештеңе емес, ана орталық көшедегілер вообще қуат. Анаң барып түсірді ма? Өткенде біздің ауылға жиналысқа келді ғой. Жаңағы свет бөлімінің орынбасары бастығының. Сол айтты ғой. Болды, мен құдай сол бір аптаның ішінде реттеймін деген, уже бір апта емес, одан бері 1,5 ай өтті. Өткенде мен ол кісіге хабарласып айттым. Мән-жайын түсіндірдім. Аты жөні кім? Берік қойын, по-моему. Қандай Медигер компания? Серге. Медигер компанияның атын білесіздер ме? Жаркенттің энергосбыттың замы. Соның замы. Сол айтты да, сол күймен ештеңе жоқ. Қалды. Мен ана шет көшеге қазір барамыз, о жақта да көрсетем, ана тоғының бәрі салбырап, мынандай тұрбаларға тейін деп тұр ғой. Соны өзіміз қатырамыз, мына столының бәрін түгел ауыстырамыз деген. Тағы жоқ. Министрге кездескен кезде соны айтпадыңыздар, иә, ұмытып кеттіңіздер. Қабылдауда болдыңыздар ғой. Ол кезде айтпадық енді. Айтылмай қалды. Ол кезде шыны керек уақыт аз болды. Айта алмай қалдық. Оны жазады. Жан-жақтан адамдар сөйлескеннен кейін біз оны айта алмай қалдық. Жақсы. Оны ауыстыру керек қой. Ауыстыру керек обязательно. Астындағы столбын ауыстыра ма, жоқ ондай болса қазір әкімшілікке бару керек шығар. Қазір барып сол столбылардың түптерін түсіріңізші. Жақсы. Ортаңғы көшенің қайтасы ғой, сол кезде көрініп тұр ғой. Жұмағайдың есігі алдында тұр бүйтіп қисайып. Жақсы. 50 жылдары салынған столб дейді, қисайып тұр. Енді ескіріп кетті ғой шынымен ақылар. Бәрі қисайып тұр ғой, мынаны қараңыздар, масқара, мынау да қисайып тұр. Бәрі қисайып кетті.